Тыңдашы балам, мен бұл сөздерді сен ұйықтап жатқанда айтып отырмын. Сенің кіп-кішкентай ғана қолың шекеңнің астында, ал шаштарың дымқыл маңдайыңда күңгірттенген. Сенің бөлмеңе жалғыз кірдім. Бірнеше минут бұрын кітапханада газет оқып отырғанымда өзегімді өкініштің ауыр толқыны басып алды. Мен сенің төсегіңнің жанына өзімнің кінәмді сезініп келдім. Менің ойлағаным, балам, мен саған жаман мінезімді шығардым. Сен мектепке киініп бара жатқаныңда ылғал сүлгіні ұстадың деп ұрыстым. Аяқ киіміңді тазаламадың деп жазаладым. Киімдеріңнің кейбіреулері жерге түскенде саған айғайладым. Таңғы ас үстінде де саған тиісіп отырдым. Сен шайыңды төгіп алдың, тамақты ашкөздене жедің. Шынтағыңды үстел үстіне неге қоясың? Нанның бетіне майды тым қалың етіп жақтың деген сияқты. Мен пойыздан қалмайын деп асығып бара жатқанымда, сен ойнауға кетіп бара жатып, артыңа бұрылып, «Қош бол әке» деп айғайлап едің. Мен қабағымды түйіп, «Иығыңды түзе» деп қатуылдандым. Кейін күннің соңында бәрі қайта басталды. Үйге бара жатқанымда сені құмда тізерлеп отырып ойнап жатқаныңды көріп қалдым. Сенің шұлықтарыңда тесіктер бар еді. Мен сені «Алдыма түс, жүр үйге» деп достарыңның алдында абыройыңды түсіріп, үйге дейін қуып келдім. Шұлықтар қымбат тұрады. Егер өз ақшаңа сатып алғаныңда көрер едім ұқыпты болғаныңды. Елестетесің бе, балам? Әкең не айтып отыр? Осындай сөзді айтам екен. Есіңде ме? Кейін үйдегі кітапхана бөлмесіне кіргеніңді. Мен газет оқып отыр едім. Көзіңде үрей мен үміт бар күйде сығаланып кіріп едің. Сонда газеттің төбесінен қабақ шытып, саған қарап, «Маған кедергі келтірдің» дегендей қатқыл үнмен «Не керек?» дегенім. Сен өзіңе сенімсіз күйде не ары не бері жүреріңді білмей, маған ештеңе жауап қатпастан жүгіріп келіп мойнымнан құшақтап, бетімнен сүйіп алдың. Сенің қолдарың мені, Құдай сенің жүрегіңе менің менсінбейтін мінезімді сөндіре алмайтындай мейірім салған сондай сүйіспеншілікпен қысты қолдарың. Одан кейін аяғыңның ұшымен баспалдақтаман көтеріліп кеттің. Міне балам, одан кейін қолымнан газет сырғып түсіп кетті де, мені кінәлі сезіндіретін біртүрлі үрей биледі. Әдеттерім не істеді? Кінә іздеу, ұрысу, кішкентай болғаның үшін берген сыйым осы ма еді? Мен сені жақсы көрмедім деп айта алмаспын. Оның мәні мынада еді. Мен сенен тым көп нәрсе күтіппін. Балалық дегенді түсінбей, өз жасымның өлшемімен қарап, солай нәтиже күтіппін. Сенде сондай кіршіксіздік, шынайылық мінезің бар. Сенің кіп-кішкентай жүрегің қыраттардың ар жағынан атқан таңдай. Неткен заңғар. Бұл мені сүйіп алуға асыққаныңда қарапайым серпініңде көрінді. Бүгін басқа ештеңе маңызды емес, балам. Қараңғыда төсегіңнің алдына келіп, ұялып, алдыңда тізерлеп отырмын. Бұл тым аз тәубе. Мен бұның бәрін оянғаныңда айтсам, сен бұл нәрселерді түсінбейтініңді білемін. Бірақ ертең сен оянғанда мен нағыз әке боламын, дос боламын. Қиналғаныңда қиналып, күлгеніңде күлемін. Ашулы сөз шыға қалса, тілімді тістеймін. Мен әрқашан зікір іспетті қайталаймын. Ол тек бала ғана, кішкентай бала. Мен сені ересек адам ретінде қарадым ба деп қорқамын. Әйтсе де балам, төсегіңде шаршаған күйде жатқаныңды көргенде әлі бала екеніңді көремін. Кеше ғана анаңның құшағында, басың анаңның иығында еді. Мен сенен тым көп сұраппын балам.
Кешір.